достар, сіздермен бірге мен Микс Мико KZ, ал менің сіңілім Зың KZ. Достар, біз бүгін мұғалім типтері деген тақырыпта монтаждамай істейтін боламыз. Ал шүкіпсібай бастайық. Достар, мен оқушы болам. Ал менің сіңілім кім боласың? Апай. Я, апай, яғни мұғалім болады. Мұғалім типтері ашуланша көп болады. Достар, түсініксіз айқайды естіп жатсаңыздар, комментке жазбаңыздар, себебі ол әкемнің даусын. Ал сіздерді күттірмай бастайық. Апай, 10-шы тапсырманы орындайын ба? Орында. Гаухар, Шуланшақ апайдың типі. Гаухар. Я, апай. Сен немене жаңа переменде жүгіріп кеттің? Апай, кешіріңізші. Болмайды олай. Жарайды, апай. Ендігі әрі қайталамайын. Егер тағы да жүгіретін болса, жарайды. Енді сәндене беретін апайдың рөлі. Апай, не істеп отырсыз? Сәнденіп отырып көрмектесің бе? Көріп отырмын. Ой, не деген көттенкі, я? Бар шын матин. Я кеттім. Кеттен ғой саған. Кет баратырм, апай. Сен шешіп бартып отырсың. Қайдап отырмасың? Сіздің алдыңызда отырам, апай, мен? Көшіп алдыңда не? Иә. Болмайды, бар өзің орында. Апай. Болмайды дейін. Не кетіп өз отыра берсінші? Там сен отырсайшы. Ой, апа! Өте мейірімді. Ол ғой немене? Жақсы ойнайсың. Тәртіпті бала ғой немене? Енді мейірімді апайдың рөлі. Ой, жандар, күндерім. Мен сендерге қазір 5 қойып берем. Бәліш жейсің бе? Я, апай. Жон. Апа, мен сабағымды орындауды ұмытып кеттім. Бот. Орындамай-ақ қой сол сабақты. Ештен кетпейді. Рахмет, апай. Ал енді тип директордың әйелі. Апай, сәлеметсіз ба? Сәлеметсің. Отыр орныңа. Кәз. Апай, не? Маған 5 қойып бересіз ба? Қоймайм. Ал мен тапсырмаңды орында. Ой, сізге қарағанда мейірімді апай жақсы екен. Ол бізге мейірімді апайыңды айта бермеш. Ол бізге күніне 5 қойып береді. Енді қайтем. Бар орныңа отыр, не істеп отырсың? Маған жағаласың. Сырр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 рrr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 r
мен? Иә, апай. Ал енді ұялшақ апайдың рөлі. Қалайсыңдар, балалар? Сәлеметсіз бе, апай? Анан қараңдар. Анан қарашы. Апай, маған бес қойып бересіз бе? Кас күндеріңді әкел. Журналға. Ой, әкесі шеді. Қойып беремін. Журнал алдыңызда тұр ғой? Иә, қазір қойып беремін. Çıkamaydı. Baktı muğallim tipi. Қалайсыңдар, балалар? Жақсы, апай. Мен сендерге бүгін 5 қойып берем. Неғып? Өйткені сендерге қалғандар маған диплом берді. Сендерге бүгін мен пәленчип. Мен саған үнемі сабақ оқымасаң да 5 қойып берем. Жандарым. Құдай сақтасын, бірақ үндемейтін, аузынан бір талда сөз шықпайтын мұғалім. Апай, маған 5 қойып бересіз бе?
Апай, неге үндемейсіз? Сөйлеңізші, сөйлеңіз. Достар, егер мұғалімдердің типтері ұнаса, лайк басыңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Менің сіңілім каналына да, менің каналыма да тіркеліңіздер. Бұл әлі видео түсіріп көрген жоқ. Бір талда видео түсірген жоқ. Сондықтан менің каналымнан кіріп жүр бұл. Достар, егер бұл видео ұнаса, лайк басып, мен каналыма тіркеліп, яғни сіңілім екеуміз каналымызға тіркеліп, біз мұғалімдердің типтерін қайталап, енді біз әр ана осындай түсіргіміз келіп тұрмыз. Ал сол видеоны көргенше асықсыздар ма? Егер ол видеоға бір лайк жиналса, мен қыздардың типтерін түсіретін боламын. Мен немесе сіңілім екенбіз. Ал сау болыңыздар.